Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында ешкімге ренжімей өмір сүрудің ең оңай тәсілдері туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Адам ет пен сүйектен ғана емес, түрлі эмоциялардан да жаралған. Бір күнде бірнеше эмоцияны бастан кешіреміз. Соның ішіндегі ең зияндысы ренжу дейді психологтар. Сонымен қатар реніш ең жиі кездесетін сезім. Біз біреуді ренжітеміз, біреу бізді ренжітеді. Бұл қалыпты, бірақ ренішті көңілде ұзақ сақтауға болмайды. Психологтардың айтуынша, ренжу адамның көңіл күйі мен денсаулығын ғана емес, айналасындағылармен қарым-қатынасында бұзады. Өзіңізге өте зиян. Әсіресе ұзақ уақыт ренішті ұмытпау қатерлі ісік ауруларын туғызады екен. Сондықтан өзіңіз үшін ренішсіз өмір сүруге тырысыңыз. Бұл тұрғыда психологтар ұсынатын терапиялық әдістер өте көп. Біріншісі, өзіңізге көбірек уақыт бөліңіз. Ата-әжелеріміз зеріккен адам ғана ренжиді дейді. Ал психологтар ешкімнің сізбен шаруасы жоқ, бәрі өз өмірімен, проблемалармен әуре деп айтады. Рас, әр сағаты жоспарлаулы, қат-қабат жұмыспен шапқылап жүрген, алға қойған арман мақсаты бар адамдардың ренжуге, ренішті ойлай беруге уақыты да болмайды. Мұндай адам тіпті кімді қашан ренжіткенін де білмейді. Сондықтан сіз де жұмысыңызды бар ынтамен орындаңыз. Әр күнді жоспарлап, ойыңызды тек соған шоғырландыратын болсаңыз, ренішті тез ұмытып кетесіз. Ал егер жұмысы жеңілдеу, немесе үйде отырған адам болсаңыз, бос уақытыңызды өз күтіміңізге, сымбатыңызға, денсаулығыңызға және жаңа бір нәрсені үйренуге арнаңыз. Бұл біріншіден әркімнің сөзін ойыңызда тізе беруге уақыт қалдырмайды. Екіншіден, біліміңіз, тартымдылығыңыз артып, өзіңізге ұнай бастағаныңызда бағаңыз жоғарылайды. Анығырақ айтқанда, тәні, өмірі өзіне ұнайтын адамның өзін-өзі бағалауы жоғарылайды. Ал бұл адамның өзіне сенімділігін арттырады. Мұндай адам болмашы нәрсеге, әр сөзге ренжи бермейді. Екінші, болашақтан қарау. Қазіргі ренішке, оны тудырған жағдайға 2-3 жыл алға шығып қарайсыз. Бұл қызық әрі ренішті тез босатып жіберуге жәрдемдесетін психологиялық техника. Мысалы, құрбыңызбен ренжісіп қалдыңыз делік. Ол сіздің қымбат көйлегіңізді тойға киіп барып, май немесе әлде бір дақ тегізіп әкеп берді. Жуғанмен дақ кетпейді. Ренжисіз, ұрысып, араласпай кетесіз. Осы секілді реніш тудырған себепке алға шығып қараңызшы. Арада 5-6 жыл өтті деп ойлаңыз. Болашақтағы көзқараспен ренжіткен себепті саралап көріңіз. Ренжуге тұрарлық па? 5 жылдан соң сол нәрсеге ренжитін бе едіңіз? Құрбыңызбен қарым-қатынасты бұзуға лайықты себеп пе? 4 жылдан соң ол көйлек сәннен де қалады. Сол кезде қазіргі ренішіңіз ұмытылады. Ендеше неге 5 жыл бойы ренжіп жүруіңіз керек? Қазір-ақ ренішті ұмытыңыз. Үшінші, қабылдамау. Ренжітетін сөздерді, әрекеттерді жаныңызға жақын қабылдамаңыз. Әрине, бұған бірден үйрене салмауыңыз мүмкін. Алайда ренішті жүрекке жақын қабылдамауға бірінші және екінші техникаларды қолданып көріңіз. Ал ренжітетін жағдайды жүрекке қалай жақындатпауға болады? Көп арасында кеңінен тараған самурай туралы әңгімені еске түсірейік. Самурай, сізге біреу сый берсе, бірақ оны қабылдамасаңыз, сыйлық кімде қалады деп сұрайды жұрттың бәріне ренжіп отырған адамнан. Ренжігіш адам әрине сыйлық алып келген адамның өзінде қалады дегені сол. Самурай, реніш те сондай, қабылдамасаңыз, ол ренжіткен адамның өзінде қалады деген екен. Ренішті қабылдамау аузға су толтырып, бірақ оны жұтпай түкіріп тастау сияқты. Сол сәтте ақ ренішіңізді, келіспейтініңізді айтып, мәселені шешіп алу керек. Сен мені ренжіттің деп айту да оны қабылдамауға жатады. Төртінші, қандай сабақ алуға болады? Әр нәрсенің плюс және минус жағы болады. Ренжіткен жағдайдан
сабақ іздеп көріңіз. Ол үшін бұл жағдай маған нені ұқтырғысы келді? Бұл оқиғадан мен нені үйренуім керек? Деп өзіңізге өзіңіз сұрақ қойыңыз. Жауабыңызды қағазға жазыңыз. Мүмкін қазіргі реніш сізге өз жеке шекараңызды сақтау керек екенін сабақ еткісі келген шығар. Мүмкін өзгенің пікірін құрметтеуді үйрену керек болар. Я болмаса, бұл жағдай ортаңызды, жұмыс орнын өзгертуге итермелеп жатуы да мүмкін. Көбіне өзгеге еңбегі, қызметі, уақыты немесе ақшасы кеткен адам ренжиді. Демек, арадағы реніш сізге ең алдымен жақсылықты өзіңе жаса деген ұстаныммен өмір сүруге үйреткісі келіп жатыр. Ойланыңыз, сабақ алыңыз. 5. Кешіру. Бұл ең жақсы және ең көп тараған техника. Ренжіген сәтте іштей кешірдім деп бірнеше рет қайталаңыз. Сонда да жүректе дақ қалып жатса, әлгі адамға кешірім хат жазып, қағазды өртеп жіберіңіз. Егер кешіре салу қиындық тудырып жатса, ренжіп қала беретін жаман әдетіңіз болса, жоғарыдағы 4 техниканы орындаңыз. Бұлар сізге кешіруді және кешірімді болуды үйретеді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Өз өміріңіз өзіңіздің қолыңызда.